Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі ерекше макулюбе тамағының жасалу жолымен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, көптеген рецепттер бар. Бізге қажетті заттарымыз көрсетілген. Ең алдымен сәбізімізді, картошкамызды, пиязымызды ашып, жуып тазалап аламыз. Сәбіздерімізді домалақ етіп турап аламыз. Турап алған сәбіздерімізді тарелкамызға орналастырамыз. Құрамына не қосатынымыз описание бөлімде жазулы тұр. Картошкаларымды да ұзын шағып турап алып, тарелкамызға орналастырып алдым. Еттерімізді алдын ала жуып тазалап аламыз. Ұзын шағып еттерімізді де турап алдым. Мен лазер күрішін пайдаландым. Қандай күріш қоссаңыздар да өз қалауларыңыз. Еттерімді де турап, тарелкамызға орналастырамыз. Бізге қажетті заттарымыздың барлығын дайындап алдық. Қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып, қыздырамыз. Етімізді салып, қуырып аламыз. Неғұрлым көптеу қуырсаңыздар өте дәмді болып шығады тамағымыз. Бөлек ыдысымызға майымызды құйып, қыздыруға қоямыз. Сәбіздерімізді қуырып ала береміз. Пісуі міндетті емес, сәбізіміздің қуырылса болды. Сәбіздерімді қуырып алдым. Егер етіміздің суы аз болып жатса, азғантай су құйып бұқтырып қойыңыздар. Етіміз пісу қажет. Картошкаларымды да қуырып алдым. Майын құйып алып, күрішімізді салып қуырып аламыз. Күрішіміз дана-дана болып шығу қажет. Осылай күріштерімді де қуырып алдым. Етіміз де дайын болды. Бізге қажетті заттарымыздың барлығын дайындап алдық. Енді ыдысымызды алып, пиязымызды турап аламыз. Тірі пиязды астына бір қасықтай майымызды құйып, пиязымызды орналастырамыз бірінші. Екінші еттерімізді саламыз. Видеода көргендеріңіздегідей тегістеп шығамыз. Сәбізімізді саламыз. Мен жан-жағына да сәбіз қойдым. Сәбіздерімізді салып алдым. Енді картошкамызды саламыз. Күрішімізді салып, тегістейміз, үстін басып. Дайындалған макулюбемізді отқа қоямыз. Қайнап тұрған ыстық суды бетінен сәл асырып құямыз. Мен тұз аз қостым, етім тұздалғандықтан. Куркума қоссаңыздар да болады осы кезде. Бетін жауып қайнатамыз, бір араластырып жібереміз беттерін. Немесе піспей қалуы мүмкін. Осылай жайып отта 25 минутқа қойып қоямыз. Макулюбеміз дайын. Мен былай төңкердім, шыны ыдыс болғандықтан. Жан-жағын төбесін ұрамыз. Осылай жайлап аламыз. Қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты. Алдын ала турап дайындап алған салатымызды жан-жағына қойып шығамыз. Мен қолдың айранын құйдым. Осымен макулюбе тамағымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық жанның көңілінен шығады. Ұнап жатса лайк басып комментарий қалдырыңыздар.